Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге тез оңай дәмді арнасы. Бүгін жазғы уақыттағы ең қажетті рецепттердің бірі компот дайындаймыз. Өріктен компотты дайындау үшін алдымен өзімізге қажетті банкілерді стерилдеп, өріктерді жуып дайындап қоямыз. Дайын банкамыздың 1/3 бөлігін жуылған өрікпен толтырамыз. Мінеки өздеріңіз көріп тұрғандай, менде 3 литрлік 3 банка және де 2 литрлік 2 банка толтырылды. Енді өзімізге ыңғайлы ыдысқа су қайнатып аламыз да, қайнап тұрған суды әр банкіге бетіне дейін толтырып құямыз. Осылай ыстық қайнап тұрған су құйылған банкаларымыз енді 30-40 минуттай сай суы керек. Менде 40 минуттан астам уақыт өтті. Енді видеода көрсетілгендей барлық банкалардағы суды осылай үлкен кастрюльге құйып аламыз. Суды құйып алғаннан кейін кастрюльге қант қосамыз. Қантты 2 литрлік банкіге 1 толық стакан деп есептейміз. Менде 2 литрлік банкіге 2 толық стакан және де 3 литрлік банкілерге 1,5 стаканнан деп есептегенде жалпы 6,5 стакан қант қосып отырмын. Қант түбіне жабыспау үшін оны толық ерігенше жақсылап араластырып аламыз да судың қайнағанын күтеміз. Мінеки біздің сиропымыз қайнады. Енді оны банкның бетіне дейін толықтырып құйып, оны жабамыз. Банкаларымыз толық жабылғаннан кейін оларды осылай төңкеріп қоямыз. Дәл осы күйінде компотымыз тез суып кетпеу үшін оның бетін жылы көрпешемен немесе басқа да нәрселермен жабамыз. Осылай жылы жерде банкамыз кем дегенде 8-12 сағаттай суып тұруы қажет. Мінеки менде 12 сағаттан астам уақыт өтті. Енді банкаларымызды қалыпты күйге қойып, оны сақтайтын орнына қойсаңыздар болады. Нәтижесінде өрік компоты видеода көрсетілгендей болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, видео астына пікір қалдырып, лайк басып, арнама жазылыңыздар.